оқушылар, бүгін бізде кәсіп сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сіріңке қораптарынан құрастыру әдістері. Біз осы сабағымызда мынандай бұйымдар жасайтын боламыз, сіріңкеден. Үйшік, күшік, төртбұрыш пішіндер жасайтын боламыз. Алдымен біз түрлі түсті ермексазбен жұмыс жасайтын болғандықтан, мынандай ойын ойнап жіберейік. Кімнің жұмыртқасы деген ойын. Қараңыздар балалар, түрлі түсті бізде тауықтар берілген екен. Сәйкесінше түрлі түсті жұмыртқалар берілген. Енді жұмыртқасын әр тауықтың өзіне апарып берейік. Бізде сары, қоңыр, қызыл, ақ, ашық көк, жасыл түс. Әрине, сары түсті тауыққа біз сары жұмыртқаны апарып бердік. Өте дұрыс. Одан кейін қоңыр түсті тауыққа қоңыр түсті жұмыртқасын апарып бердік. Келесі қызыл түсті тауыққа қызыл жұмыртқасын апарып бердік. Одан кейін ақ түсті тауыққа ақ жұмыртқасын апарып бердік. Ашық көк түсті тауыққа ашық көк жұмыртқасын апарып бердік. Жасыл тауыққа жасыл жұмыртқасын бердік, балалар. Түстерді біз есімізге түсірдік деп ойлаймыз, осы ойын арқылы. Сары, қоңыр, қызыл, ақ, көк, жасыл түстерді біз есімізге түсірдік. Жақсы, келесі. Алдымен бұйымдар жасамас бұрын балалар, мынандай саусақ жаттығуын жасап жіберейік. Біз қазір сіріңкелерді санайтын боламыз. Бір үйде біз нешеуміз? Кел санайық екеуміз. Бас бармағым атам, балаң үйрек әжем, ортан терек әкем, шылдыр шүмек анам, кішкентай бөбек мен. Бір үйде біз нешеуміз? Бір үйде біз бесеуміз. Саусақтарымызды ішке бүгу арқылы орындауымыз, осы тақпақ арқылы. Жарайсыңдар, саусағымыз дайын. Енді керекті құралдарды біліп алайық. Бізге ермексаз керек түрлі түсті, және астында тақтасы және пышағы керек. Одан кейін мынандай сіріңкелер керек. Әрине, жұмыс барысында біз қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Ермексазды дастарханға немесе үйдің қабырғасына, обойға жабыстыруға болмайды. Тек ол бұйым жасауға арналған еңбек құралы болып саналады. Өзінің арнайы тақтасында жұмыс жасауымыз керек, ермексазбен жұмыс жасағанда. Одан кейін сіріңкені жағуға болмайды, әрине. Тек жұмыс барысында ғана бұйым жасауға ғана пайдалануымызға болады екен. Жақсы. Енді біз үйшік жасау керекпіз. Алдымен мынандай 1-2 шырпын алдық та ұшын біріктіріп ермексазбен бекітеміз. Одан кейін үйдің қабырғасын салу үшін 3-ші сіріңкені алып, келесі ермексазбен біріктірдік. Одан кейін 4-ші сіріңкені алып, астыңғы бөлігін, одан кейін 5-ші бөлігін алып, келесі бөлігін жабыстырдық. Бізде мынандай үйшік пайда болды. 1, 2, 3, 4, 5 сіріңкеден біз осындай үйшік жасадық. Жарайсыңдар. Келесі. Және мынандай 1, 2, 3, 4 сіріңкеден 4 бір жасауға болады. 1, 2, 3, 3 бір жасауға болады екен. Жақсы. Өте оңай жұмыс түрі. Оны суретсіз ақ жасай аласыңдар деп ойлаймын. Келесі біз мынандай бір қызық ит жасаймыз. Мінекей. 2 аяғын біріктірдік. Одан кейін 2 аяқ жасап алдық. Алдыңғы артқы аяғы, одан кейін алдыңғы аяғы, одан кейін дене бөлігіне жабыстырдық, бекіттірдік. Одан кейін құйрығын жабыстырдық артқы бөлігіне. Мінекей, басын пластилиннен, құлағын да ермексазбен жасадық. Шын мәнінде бұл біздің итке ұқсап шықты, балалар. Кері байланыс күтемін. Сау болыңыздар.